7-20-25 бағдарламасы бойынша қарыз рәсімдеу үшін сізге қандай құжаттар қажет? Бұл минималды стандартты жиынтық. Сіздің жеке куәлігіңіз. Егер сіз жалдамалы жұмыскер болсаңыз, онда еңбек ақыңыз туралы анықтама. Ал егер жеке кәсіпкер болсаңыз, онда кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс. Одан кейін сіздің зейнетақы қарызыңыздан көшірме және таңдалған пәтерді бағалау актісі қажет. Бағдарламаның шарты бойынша сіздің жеке меншігіңізде басқа үй болмау керек. Сондықтан халыққа қызмет көрсету орталығынан жеке меншікте тұрғын үйдің жоқтығы туралы анықтама алу керек. Алайда егер сізде жатақханадан бөлмеңіз болса немесе апатты жағдайдағы үйде тұрып жатсаңыз, я болмаса меншік үлесіңіз болатын болса, сіз бағдарлама қатысушысы бола аласыз. Сонымен қатар сіздің қолыңызда кейін сатып алу құқығымен берілген жалдау туралы шартыңыз болса, онда ол сіздің жеке меншігіңіз болмай тұрғанда банкке жүгініңіз. Сіз қарыз ала аласыз. Минималды табысқа бір ғана талап қойылады. Ол қарызды төлеуге жеткілікті болу керек. Қандай жағдай болмасын, ипотеканы рәсімдеуден бұрын жаңа пәтердегі өміріңіз қуанышқа толы болу үшін көбірек зерделеңіз, сараптаңыз, өзіңіздің мүмкіндіктеріңізді нақты бағалаңыз.